Достар, үшінші сабаққа қош келдіңіздер. Үшінші сабақ мидың құрылысын түсіндіру. Шынайы қорқыныш пен жасанды қорқыныш. Енді қараңыздар. Біздің миымыз шынайы мен жасандыны ажыратамайды. Өтірік қорқыныш пен шын қорқынышты. Одан кейін ми үшін өткен шақ та жоқ, болашақ та жоқ. Бәрі осы шақта. Мен сіздерге оны түсіндіріп берейін мысалға. Ми мына біздің үш бөліктен тұрады. Мынау рептильный ми. Бұл архив. Рептильный деп ат айтып тұр, бұрынғы заманда динозаврлардың замандағы не ғой, мынау деген архив, өткен шақ бұның бәрі. Бұл рептильный мида бізде ашу, реніш, қорқыныш, ұялу, одан кейін кінәлау. Кінәлау деген осы дұрыс емес эмоциялар сақталынады. Өткен шақтағы бәрі. Ал миға бәрібір ол ажыратамайды, өткен шақ па, болашақ па. Біздің бұның плюсы да бар, минусы да бар. Мына жерде неокортекс деген бар. Неокортекс деген біздің арман, мақсаттарымыз. Ал мынау еще лимбический ми. Лимбический ми деген сөз, бұл біздің, мысалға, мына рептильный мида адам выгорание, стресс, қорқыныш көбейіп кетеді ғой, сол кезде адамды ауыртып қоя салады, бұл жалқау, жаңағы жұмыс істеткізбей қояды, ауыртып қояды. Бұған энтузиазм керек та бұған. Енді қараңыздар. Біздің миымызда нейрондар өте көп. Сансыз, шексіз, Алла тағала біздің нейрондарымызды өте көп жаратқан. И сіз неге сеніп жатса, сол нәрсе болады да. Мына рухани адам өссе, шынайы нәрсе мен өтірік нәрсені ажыратады. Адекватно, нормально қабылдайтын болады да. Бұл жерде логика өшіп қалады ғой. Адамда былай қарап тұрсаңыздар, адам оқыған, көзі ашық, заман тыныш болып тұрса да, адамның жүрегі мен миының арасында соғыс болып кетеді ғой. Мына жерде жүрек миды тыңдамай, ми жүректі тыңдамай, екеуі соғысып, адам қиналып кетеді. Реакция болған кезде бірден денеде де реакция болады, бірден мида да реакция болады жаман. Сонымен логика, в общем, істемей қалады. Адам неадекватный болып, түсініксіз болып қалады да. Содан сау адам тамағын ішіп жүрсе де, біртүрлі қылықтар жасап, өзінен өзі, өз көлеңкесінен өзі қорқып жүреді. Мен айтам, бұл негізі миында соғысып жатқан адамдар дейді. Панический атакадағы адамдар. Адамдарда қазір миында соғысып жатыр. Заман тыныш, ондай емес. Жақсылық заман емес. Біреу келіп зорлайын деп атқан жоқ, біреуді келіп біреу тонайын деп атқан жоқ, ашаршылықта жоқ, ондай нәрсе жоқ. Никогда, ешқашанда біздің ата-бабаларымыз біз сияқты комфортта, жәннат сияқты өмір сүрген жоқ. Мида тозақ болып жатыр бұл кісілерде. Енді достар, мен сіздерге жасанды қорқыныш пен шынайы қорқынышты қалай ажыратамыз, сол жайында мен сіздерге түсіндіріп айтып берейін. Даже өзім басынан өткен ол. Мына мысалға сіз дейді, адам. Мына миыңыз. Мына жерде шынайы қорқыныш бар. Бұл Алладан келген қорқыныш. Инстинкт самосохранения дейді. Инстинкт самосохранения. Бұны Алла тағала дұп-дұрыс қылып жаратқан, ешкімді торымыз қылып жаратқан жоқ, мүсір қылып жаратқан жоқ, қорқақ қылып жаратқан жоқ, ол нормально. Бірақ енді мына жерде жасанды қорқыныш бар. Сіздердің қорқып жүргендеріңіздің бәрі именно осы жасанды қорқыныш. Бұл бірден 10-ға дейін көбейіп кеткен кезде, адамда осы жасанды қорқыныштан өзінен өзі қорқып жүреді. Тыныш заманда. Мынаны қараңыздар. Өткенде пандемияның кезінде бұрында адамдар пандемиядан ауырып қалам ба, өліп қалам ба, жұқтырып алам ба деп бір қорқыныш болды. Содан кейін Дәстүр деген фильм болды, осыдан 2 жыл бұрын. Сол кезде маған қаншама пациенттер келген Дәстүр деген фильмде. Мына ми ажыратамайды. Спецэффектпен мысалға телевизорда арт жағында актерлар ойнап жатыр. Музыка болып жатыр да. Оны ми түсінбейді. Бәрін осы моментте болып жатыр, шынайы екен. Менің өміріме қорқыныш келіп жатыр екен деп ойлап қалады. Спецэффекттен іште эмоциялар оянып кетеді да. Мына рептильный мида тұрған, жаңағы амигдала деп жатамыз ғой соңында. Қорқыныш пен қауіп сол сигналын қосып жібереді бірден. Мынау. Одан кейін, мысалға, біреулер соцсет көре береді. TikTok, оның бәрі бірнеше сағаттан кіреді. 10-15 минутқа кірдім деп ойлайды да TikTokқа. Сөйтеді де 5-6 сағат оны көре береді. Содан кейін ми ол ақпараттарды жаңағы өңдей алмай қалады. Тағы немен етеді жаңағы. Өкпелеп қалды біреуге.
ренжіп қалды, одан кейін шок алып қалды, жақын адамы қайтыс болды, авария болып қалды, тағы осындай жинала берді. Бұның бәрі одан кейін барып біреуге айта алмай қалды, ұялды. Бұның бәрі миға нагрузка, бұл жерде ми тұр ғой. Осының бәрі миға да жүрекке де қосыла береді. Жасанды мынаның бәрі. Бірде біреу шын емес, бұл өтіп кеткен тағы да үшеу. Өтіп кеткен шақтағы мына миға да нагрузка бола береді, бәрі қосыла береді да. Содан кейін соғыстың көкесі болып адам екі әлемнің ортасында қалып қиналатын сол. Одан кейін әр жерге бұл ауыса береді. Осы матрицадан шыға алмай қалады. Адам мынандай бір өрмекші бар ғой, шыбын бар ғой, өрмекшінің ұясына түсіп қалады да, мына как белка в колесе дейді, осыдан шыға алмай жүре береді. Мен өз жағдайымды түсіндіріп айтайын. Мен осы 3 рет ауырдым да, панический атакада. Соңында менімен бір кісі жұмыс жасады. Сол кезде мен түсінгенім ол айтты: сен жасанды қорқыныштан қорқып жүрсің ғой. Мен сол кезде мен рухани сондай семьядан өскен болатын, жаман нәрсе көрме, жаман нәрсе естіме дегенге жаман фильмдерді көрмейтінмін, қорқынышты. Содан түнгі 3-ке дейін мен қорқынышты 2 фильмді көрдім. Сөйттім да, түнгі мусорға түнде қоқыс тастама, жалаңбас барма дейтін. Содан деген мен жалаңбас барып соның бәрі істедім, қорқынышыма қарсы тұрдым. Сол кезде сөйтсем ол жай ой екен ғой. Қорқыныштың иісі жоқ, қолы жоқ, оның дауысы жоқ. Ол жай әшейін ой ғой. Ой, адам сол ойдың құрбаны болып қалады. Ойдың жаңағы жаман ойдың құрбаны бол, как марионетка дейді ғой, мына кукловод дейді ғой. Сондай ойыншық болып қалады ғой. Просто мына 95% біз программадан тұрсақ, соның 90% адамды уже басқарып қорқынышы әшейін сол ойдан шыға алмай қиналып жатады.